Медресе тауысқан тұрғыластарындай молдалық құрмай, сәлде орнына құндыз бөрік кигенде серілігі өзіне сор боларын болжамағанды. Омбының медресесінде оқыған жылдары орыс жастарымен бозбала, қыз келіншегімен қоян қолтық араласып, сауық кештеріне қатынасып жүріп, орысша тіл сындырған ахан әкімшілікке араласамын десе, араласып кететін еді. Оған серінің құлқы болмады. Мансаптың алды ыстық, арты өкініш. Ахан сері біреуді бағындыруға немесе біреуге бағынуға жаралмағанын ерте сезді. Ол әліне қарамай, әкіреңдеген Нұртаза болысты Керімбердінің тойында өлеңмен әжуалап, көпшілік алдында абыройын айрандай төккенде, оқыс қылықтың неге соғарын ойламады. Дөкей шенеуніктер жалпақ жұртқа аңыз болып жайылған от ауызды, орақ тісті ақынның тілін табуға бейімделгенде, тіптен өткен қыстың өзінде тұғырдан түскен кәрі аханды Жүсіп төренің баласы Тіна болыс әдейі арнап қонаққа шақырғанда, бұның астарында не жатқанын бейғам сері пайымдаған еместі. Қамыс күркенің ішінде ащы Насыбайдың уыты қайта бастағанда ойласа, аханның сүйекке біткен серілігі, жазықсыз тәкаппарлығы, көзінің тірісінде ел ішіне аңыз боп жайылуы тағдырыны таңба боп жабысыпты. Ауылдың атқамінерлері 50 басы, 100 басыдан старшын болыстарға шейін, одан Жандаралдың оң қолындай сонау дуан басыға шейін аханның соңына шырақ алып түскенде, оның бар қылмысы ерке болмыстың тәуелсіздігі. Асылы ел басқарамыз деп селтеңдеген шоқыр топ өзіне ұқсамаған адамды иттің етінен жек көрмек. Халық алдында беделі асып кеткен кісіні қудаламақ. Өзара шен-шекпенге қызықпайтын өнерлілерге келгенде бәтуаласа кететін пәлесі және бар. Төрінен көрі жуық кезінде ахан осылай түйсінеді. Күні кеше ауылдың атқа мінген текешіктері болыс пен дуанбасының айтақтауымен Біржан Салды қор қылып өлтірді. Ден сау әншіні жынданды деп байлап тастады. Аяқ қолын арқан қиған Біржанның өлер алдында көзінің ағы мен қарашығындай балаларына зар шағып, сыр шертіп айтқан өлеңін ахан ұзын құлақтан естіген. Шерлі сал, теміртас асыл, ақық балдай тәтті, қинауға салады екен адамзатты. Үкідей желпілдеген қарақтарым, шешсеңші білегіме арқан батты. Дегенде Қарахан басының ғана шеккен азабын меңземегенін ахан шамалайды. Аханның арабша һәм фарсыша оқыған Айфуллайла, Балайла, Шар Дарваш секілді кітаптарында жазықсыз зынданда отырған адамдардан өзінің отбасында білегін қыл арқан қиып өлген Біржан мұңдықтың халі анағұрлым аянышты көрінеді. Аяқ қолының байланбағаны болмаса, аханның көрген қорлығы, шеккен күйзелісі Біржаннан кем емес. Текешіктер оғанда жауықты, атақонысты Қоскөлден қуды, жынданды деген лақап таратты. Бұрын бір кезде орыстың матрушкасымен жүріп еді, енді Диюферінің қызына үйленді деп өсек шығарып жұртты безіндірмек болды. Қисапсыз қиянаттың, жахил жауыздықтың тамыры тым тереңде екенін бейғам ахан тіптен бертінде байқады. Мыңға қарсы найза алып шығарлық қайратты кезін өмірдің ерке қызығымен өткізіп алды. Ол күнәсіз ермек қуып, аңшылыққа, құсбегілікке, бапкерлікке әуес болды. Қысы жазы өз қызығы өзінде еді. Сілтегенін сау жібермейтін жақсы мылтық, жүйрік тазы, алғыр қаршыға, қандыбалақ бүркіт, бәйгешіл тұлпар серінің сенімді серігіндей әр уақыт көңілін аулай білді. Бұл күнде ахан байырғы серіктердің баршасынан айырылған. Ең соңғы жүйрік тазысын күндестер күшәла беріп өлтірді. Ең соңғы тұлпары құлагерді Сағынайдың асында батырашпай мерт қылды. Жығылған үстіне жұдырық демекші, аханның ең соңғы қаршығасы көкжендет қайыру бермей желдеп кетті. Ең соңғы қыраны қайран қараторғай құйрықтан жұрдай боп жерге қону қиындап, тасқа құлап өзін өзі өлтіріп тынды. Шарасыз шығасына амал жоқ,
Аханның қабырғасын қаусатып кеткені, Батыраштың озбырлығы. 300 аттың алдында бәйгеден озып келе жатқан құлагерді айбалтаға жыққызғанда, жахил жау серілердің күні қысқарып қалғанын, сарыарқаны қайырымсыз қара күштің басып келе жатқанын танытқан. Ахан дәуірлеп тұрған кезде, сері сенің шылауыңда өлсек, армансызбыз дейтін пысықтардың болса алмай, бұғып қалуында жүрек шошынарлық сұмдық сыр бар. Серіні қаумалаған қалың топтың күзгі ормандай сиреуі де тегін емес. Достан да, дұшпаннан да көңілі қалған Ахан сыр шертсер, мұң шағысар серікті табиғаттан тапқанда, өзінің ендігі өмірін ел ішіне қажетсіз санаған. Ең болмаса арқасын уқалап, шайын қайнатып беретін қатыны да жоқ. Тәңір қастық қылғандай, о бастан-ақ Аханға әйел құтаймаған. Аханның күйреп қалуына көп себептің бірі сол зайып күйігі. Серіксіз серге бұл күнде іш тартушылар бар да, оны жұбата білушілер жоқ. Дертті танып, емін табатын дәрігер қазақта тумағандай. Көп замандастың қызыққанына Ахан қызықпайды. Қырық пышақ боп, қырқысқанына көл жағасында отырып, жынды кісідей жалғыз күледі. Кейде Ахан, япырай, осы маған шынында да бірдеңенің шалығы тиіп жүрмесін. Пайғамбар жасынан асқанша өзімді өзім түсініп болмағандаймын. Не іздеймін меңіреу көлден? Сары аурудан сарғайған дімкастай аңсар сусыным не? Деп сұрайды. Осындай күйзелісті сәттерде мылқау бала әкенің толқынысын томсарылған қабағынан, ұзын кірпіктердің самарқау қимылынан таниды. Абанның бұлдырлаған шолақ тіліне, саусақтарының оралымды бейнесіне Аханда түсініп алған. Екеуі бірін-бірі бауырмал ыммен жұбатады. Тіпті кейде қам көңіл әке бастан кешкен қилы күннің қайсы бір хикаясын мылқау серікке шежіре етіп шертеді. Саусақтар сыртылдап, қас қабақ құбылғанда, сырттан қараған адамға шынында да жындыға ұқсап көрінуі бек мүмкін еді. Сырттан қараған адам дегенде Ахандарды әдейілеп торушы жоқ, оқта-текте қамыс күркеге ұнмен ет, қантпен шай әкеп тастаушылар бар. Сондайда жан ашушы ағайын жекжаттар тегін кетпей, босағадан ыдысын өсек аяңға толтырып әкетеді. Және Аханды мұқатайын деп ойламайды. Серінің жат мінез жайында өсіре сөйлесе, алып қашпа аңыздан өз мәртебесі көтерілетіндей сезінеді. Сонымен ақыры сері Қазекеңнің қанқуынан аулақта жүрсе де құтыла алмайды. Аулақта жүрсе де дегеннен шығады, осы аулаққа Ақан бір күнде үйренген жоқ. Бала жастан баулынды. Көкшетау мен Айыртаудың сылқылдаған бұлағы, күрсінген көлі, шулаған орманы, сыбызғы шалған желі Аханды ерте әлдиледі. Ерте шақырды. Бертінде Сарыарқаға түгел серілік құрған жылдарында күндізгі мәжіліс, кешкі сауықтан кейін түзге түнеп шығатынды. Жазда көкке аунап, қыстап пішенге түнеген Аханның оңашада еркін сілкініп, азат ән шығаратын шақтары осындай елсіз жерде өткенді. Серінің алтын бесігі Сарыарқа болса, сол бесікті әнмен тербеткен Аханның өзі. Ол әуенді алыстан іздемей, айналасынан ала білді. Майда қоңырды шығарғанда әннің қайырмасына кең ашшылы жайлауының қоңыр самалын бейне қылды. Қайырма, халалау лалау лалай, қалала лалай лайлай дегенде әншінің көкейінде қуалай соққан қоңыр жел тұрды. Астында аяңшылат, қолында көк қаршыға, көңілінде ғашық жар. Қарсы алдына соққан кешкі самал. Осындай күйде туған ән шалқыған сары даланың кейінгіге қалдырған тәтті лебізі еді. Бұл күнде шаршаған шалдың уанышы балалықтың базары өткен баяғы тақыр. Бүгінгі ну қамыс. Сүйегі осы жерде қалса арман жоқ. Сарыарқада сыңсыған елдің бірте-бірте сиреп келе жатқанын Ахан жақсы біледі. Ұшарын жел қонарын сай білетін қаңбақтай босқын ел шетінен адамын кез келген жерге көміп, басынан ағаш жаншып кетеді. Барханда жамбасы жерге тигеніне қамыстан белгі қояды.
Жұрттың бәрі Самарқанның көк тасын әкелдіретін Сағынайдың әулеті емес. Аханға көк тастың керегі де жоқ. Дүниеге шыр етіп келгенде шарана жарылған жерден топырақ бүйірсе, соған қанағат. Осын ойлаған сайын шалдың жігері кеміп, қуаты қаша бастады. Ақтық күннің алыстауын аңсамай, беймаза жүрекке тыныштық берген сыңайдай еді. Қызықсыз ғұмыр кімге дәрі? Ахан шырқы қашқан сапардың үзілуін тілейді. Көңілдің хошынан диланатын кәрі тәннің қаны сұйқылданғанын сезінеді. Киіздей тұтасқан инелі ызғар көкірекке бірте-бірте жайылып келе жатқандай. Ыстығы қашқан саусақтың тырнағы көгеріп, көбеде тікен жатқандай әсер етеді. Басы дыңылдап, төбесі шаншиды. Хаққа мойын ұсынған Ахан сейілден, серуеннен тыйылып, лашықта жатады да қояды. Сәмбі талдан өрген шаңыраққа қадалып, әлденені іздейді. Ұзын кірпіктері әлсіз қимылдап, қанаты тозған көбелекті еске түсіреді. Күн райы да өзгерген. Серінің көзіне шөп салған табиғат қырын қарағандай. Күні кешегі үкілі қамыстың құлақты қытықтайтын сыбдыры жоқ. Тұл жыныстың көңілге үрей салатын сүйкімсіз судыры бар. Ғашық жардың лебізіндей қоңыр самалдың орнын жесірдей сарнаған сары жел басқан. Толастағанда жетім ызыңы, сыбызғының үніндей сыршыл мұң шығады. Сыңсыған ызыңы күні ертең шаңдатқан қара дауылға айналып, ну қамысты қоғадай жапырып, олардай шулататынын Ахан сезеді. Салқындаған су, сарыны өзгерген жел, түлеген орман, жүдеген шал, қамсақтыны тұл мекенге айналдырғанда, мылқау обан күркені айналшықтай береді. Мінезі күрт өзгерген әкенің көңілін көтермекке тырысып, бабилап, қас құбылтады. Сезімтал әкенің бала мұңдыққа жаны ашиды. Осындай күйде ол ақтық күнін ишара еткен ғұлама шайырларды еске алады. Өлерін 40 күн бұрын болжаған Омар Хайям басы жұмыр пенденің ең аяулысындай әсер етеді. Ұзақ өмірінің соңын қайыршылықта өткізген Фирдауси көз жұмарында «О, Гардуни фана» деп еді-ау. Мәңгілік дүниеде тағдыр шіркіннің құбылмалы екенін меңзеп еді-ау. Тағдыр соқпағының Фирдаусиге ұқсас екенін пайымдаған Ахан еңсесін көтеріп «О, Гардуни фани» деді. Осы мезетте көлдегі құстар шулады. Шу басылғанда Аханның құлағына қыран құстың зуылы шалынды. Ахан сері сергіп сала берді. Ол, япырау, әнеугі қаршығаның зуылы ғой деп орнынан ұшып тұрды. Қызба шалдың денесіне ыстық қан жүгіріп, бойы жылынды. Құрау шалған қызғалдақ кеудеде қайтадан құлпырды. Оқыс елеуреген сері апыл-ғұпыл киініп тысқа шықты. Көп замай көл үстінде ұшып жүрген қаршығаны көрді. Қаршыға жердегі адамнан қаймыққандай қиғаштанып, көлді екі айналды да қара орманға қарай маңып кетті. Ахан, барар жерің Балқан тау, о да біздің көрген тау демекші. Қоналқаң мәлім болды шырақ деді. Шау қаршығаның қолға үйренгені қашқанда жүйрік атпен құтқармайтын Ахан серінің бұл күнде ылауы да жоқ. Ол Айыртауға қарай жаяу тартты. Орта жол ойдым-ойдым орман еді. Әр қайсысының аты да бар. Қайыңы аз, қарағайы көп болғандықтан орта шендегі үлкен жыныс қара орман атанған. Ахан сол қара орманға аялдады. Жел шайқаған орманның жұпар иісі балшықты көлдің иісінен басқа көкірек жарып барады. Желдің желпуімен ағаштан үзілген жапырақтар әуеде қалбағайлап, жерде дөңгеленгенде тұйғын құлатқан құсқа ұқсап кетеді. Тұйғын құлатқан құстар дәл осындай желкем күні қайыру бермей қашып кеткен баяғы көк жендетті еске салды. Ертектегі самұрықтай құстың қырғыны еді. Жазда үйрекке, күзде қазға, қыста қырғауылға салғанда құсбегінің көңілін қалдырып көрген емес. Қаршығаға ілдірген құстарды саудыратып алып қайтқан. Ахан көл көсір олжаны
ауылдастарға пышақ үстінен үлестіріп беретінді. Алғашқы қызығын өзі көрген сері қалжаны көлденең жұртқа қиюшы еді. Бөгдені сыйлағанға бір жасап қалатын шақ, о да бір дәурен екен. Аханның есіне көкжендетке арнап шығарған әні түсті. Көкірегінде күмбірлеп тұр, шырқап жіберуге баршын тартқан дауысы келмейтіндей. Әр ескі жараның орнын тырнағысы да келмейді. Ахан әндетпей ақырын ғана күбірледі. Қайран көкжендет-ай, сұм дүниені айналып жүрмекенсің, әлде қара торғайға ұқсап, әлде қашан мертіктің бе? Қара орманның тау жақ шетіне тақалғанда Ахан ұзын ақ қайыңның түбіне кідірді. Ақ қайыңның шың басында шықылыққаға сайраған әнші торғайлар балдай тәтті. Жібектей жіңішке әуенімен аялдатты. Бір сәт бұғағы бүлкілдеген татар қызына, бір сәт қылғобыздың талмаураған сазына ұқсап кетеді. Әр кезде оқыған әр алуан кітаптың әсерімен иранбақты өлеңге көп кіргізген Ахан өзінің дақбыртқа ергіштегенін нақ осы арада бір байқады. Айыртау мен Көкшетаудың сыңсыған орманы қиялдағы иранбақтан асып түспесе, кем түспейтіндей. Задында адам туған жердің қадірін қартайған сайын терең түсінбек. Ағайын арасынан алшақтаған Аханның туып өскен өлкеден алшақтамауында тіл жеткісіз тұңғиық сыр жатыр. Осы сәттерде Ахан қара орманның әрбір ағашын аймалағысы келеді. Ақ қайыңның басында бұғағы бүлкілдеген әнші торғайлар хафиз қилашлардың бұлбұлдарымен бәсекелесіп тұрғандай сезінеді. Ахан жігіт жағында махаббат бақшасына түн қатайын, нүктедей нон үстінде бір жатайын деп өлең шығарғанда, жат елдің бақшасын меңзеген жоқты. Осы Айыртау, Көкшетаудың жазғы орманын жырлаған. Орманға жағалай қонған ауыл, сол ауылдардағы Аханды таныған түйсікшіл қыздар жыр шабыты, жүрек уанышы еді. Көбінесе далаға түнейтін тәкаппар сері сүйген қызымен арқаның бақшасы ішінде табысқанда, тағадай дөңгеленген ойдым орман арапша нон әрпіне бек ұқсас сағынышпен қауышқан екі ғашық сол нон үстіндегі нүктеден айнымайтыны да тәуелсіз шындық еді. Енді сол орманда Аханның сүйген қызы жоқ. Бірақ табиғаттың бикешінде бұлбұл құс бар. Тіршіліктің үзілмес тынысындай Аханға түсінікті тілде сыр шертеді. Ахан іштей толқып, шіркін дүние-ай, қызығың қандай көп еді. О жалғанда мың күн ұжмақ бергенше, бұ жалғанда қаңғырған бір күнімді ұзартшы деді. Аханның көңіліне өксік оралды. Сағыныштың әнін шырқап жіберсе, көз жасы жаңбыр боп құятындай. Толас бермей кетері және хақ. Ахан әзер теткіп, мүйіз шақшасын ақ балтырлы сұлу қайынға қағып тұрды. Көп замай тау бөктерлеп ұшып жүрген нән көк қаршыға көрді. Серінің жүрегі құлындай шырқырап, шыр айналғандай болды. Әнеугі қаршыға екенін Ахан танып тұр. Тағы асау құстың қанат қағысы бөлек. Аханның шүңгіл көзі ойыс ұшқан көк қаршығада, көңілі көктегі құсты ұстаудың айла тәсілінде. Кәнігі құсбегінің жердегі дәрменсіздікке медеу етер бір нышаны желдің тыйылғаны. Күн ұзаққа көп ұшқан қаршыға желсізде орынсыз желікпейді. Күнде кешкіріп барады. Ахан бірдеңе білсе, бұл құс бүгін осы маңайда түнейді. Ахан қаршығадан көз жазып қалмауға тырысты. Аспанда асықпай қалықтап ұшқан қаршығаның бет алысына қарай ағаштардың арасымен бүгжең-бүгжең жүгірді. Аханның жорамалы расқа айналды. Күн ұясына қонғанда қаршығада қонақтады. Тау бөктерінде шоқтығы биік көк шоқы бар. Тасының түсіне қарай солай атанған. Жан-жағын аспаннан шолған сақ қаршыға көз байланар кезде сол биік шоқының шың басына қонды. Жаугершілік заманда қарауыл қараған қарақшыдай жан-жағына толғана қараған қаршығаның қараңғылық түскенін, қайтып ұшпайтынын Ахан шалғай ойыстан біліп тұр.